Ер азаматтар мықты әйелден қашпайды. Ер азаматтар еркек болып кеткен әйелден қашады. Иә, біз еркек болып кеткенбіз. Дәл қазіргі біздің мақсатымыз машина алу, үй алу, бизнесмен болу, шетелді аралау, адамдар бізді мақтаса, мықты екенімізді көрсе, мықтылығымызды көрсетуге ұмтылып жатырмыз. Әйел адам мықты болам деген сайын құлай есіңізде болсын. Әйел адам нағыз әйел болған кезде өседі. Қараңыздар, Аллах тағала біздің табиғатымызды әйел қылып жаратты. Бізге жұмыс жасаңдар, бала шағаларыңды бағыңдар, сендер крутой бір бизнесмен болыңдар деп айтқан жоқ. Бізге әйел болыңдар деп айтты. Қашан біз өзіміздің табиғатымызға қарсы шығамыз, сол жерде қадаламыз. Қашан біз өзіміздің табиғатымызды қабылдаймыз, сол жерде бұл дүниенің де бақытын табамыз, ана дүниенің де бақытын табамыз. Кез келген үйленбеген ер азаматтан неге үйленбейсің деп сұра.